Сәлем канал оқырмандары. Бүгінгі күннің ең маңызды жаңалығымен бөліскім келіп отыр. Сонымен жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңы 23 ақпан 2022 жылы қабылданды. Және қандай жағдайда кредит кешіріледі, Қаржы министрлігі түсіндірді. Сотсыз банкроттықты жариялау туралы өтініш электронды үкімет порталы арқылы жіберіледі. Қаржы вице-министрі Марат Сұлтанғазиев жеке азаматтардың банкроттығы туралы заң жобасының негізгі нормаларын түсіндірді. Егер тұрақты табысы және қарызды жабуға мүмкіндік болмаса, банкрот деп жариялау қолдану ұсынып отыр. Оның екі түрі болады. Біріншісі сотсыз банкроттық, екіншісі сот арқылы банкроттық жариялау деді. Сұлтанғазиев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сотсыз банкроттыққа жүгіне алатын адамдардың нақты санаттарын анықтады. Олар қарызды төлеу мерзімі 5 жылдан асып кеткендер, 100 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 363 мың теңгеден аспайтын берешектерді 1 жыл көлемінде төлей алмай жүргендер, және 1600 АЕК, яғни айлық есептік көрсеткіш 4 миллион 900 мың теңгеден аспайтын қарызды 6 ай бойы төлемегендер. Сотсыз банкроттықты жариялау туралы өтініш электронды үкімет порталы арқылы жіберіледі. Құжат қабылданғаннан кейін мүліктің бар жоғын, қарызды төлеу мерзімінің 3 санатының біреуіне сәйкес келуі және тағы басқа мәліметтер тексеріледі деп атап өтті вице-министр. Оның айтуынша, қарыз көлемі 5 миллионнан асатын борышкерлер банкроттықты сот арқылы жариялайды. Мүлік болса, сауда-саттық арқылы сатылып кредитті жабуға жіберіледі. Қалған қарызды кешіреді. Ал жалғыз баспанасын кепілдікке қоймаған болса, кредит оны алып қоя алмайды.